кісі дүниеден өткен адамның артынан жетісі дейді, қырқы дейді. Сондай бір еске алу арнайы шариғатта парыз болмағанымен, уәжіп болмағанымен, арнайы сүннет амалда мынау бекітіліп, мынандай жасау керек екен деп көрсетілмегенмен, бұның маңызы қандай дейтін болсақ, біз енді біздің халқымыздың әдетінде жалпы ағайын туған туыстары алыста тұрады, немесе достары алыс жақта тұрады. Келіп, жаңағы жағдайын сұрап, кеуді айту үшін сонау алыстан келетін ағайындар бар. Сондықтан да жаназасына жетісе алмаған кісілер жаңағы жетісіне келуге әрекет жасайды. Немесе сол жетісіне келе алмай қалған кісілер жаңағы қырқына келіп, бір жаңағы достан дуа деп келеді. Енді әрқайсысына жеке-жеке келе бергеніне жеке-жеке күтіп алу, ол әр адамды қарауға мүмкіндігі болмағандықтан арнайы мінекей жетісі, қырқы, сондай бір күндерде қашан екен деп сол кездерде батаға келіп жатады. Сол үшін ол нәрсе жалпы жамағатты, ағайын туған туысты сол күнді белгілеп, сол күнге келетін болса, барлығына бірдей жаңа айтқандай бас қосуына бір себеп болады.